Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз смородинадан варенье жабатын боламыз. Емдік қасиеті өте көп болып табылатын вареньелердің бірі болып табылады. Ол үшін смородинамызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Мен көбінесе басындағы шөптермен бірге, таяқшалармен бірге қалдырдым. Өйткені таяқшаларында емдік қасиеті өте көп болады. Сондықтан біз алмай жасаймыз. Менде бұл жерде 3 килограмм қарақатқа 2,5 кг қант қостым. Қантымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің видеомды ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Сонда менің видеомды сіз алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Және менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Қантымызды салып болғаннан кейін енді жақсылап араластырып алып, бір түнге қалдыратын боламыз. Яғни біздің қантымыз жақсылап еруі қажет. Осылай астынан бастап жоғарыға қарай жақсылап араластырамыз. Яғни қанты бүкіл жерге тиюі қажет. Бетін жауып, бір түнге қалдырып қоямыз. Бір түн өткеннен кейін біз смородинамызды газге қоямыз. Газдың астын қоспас бұрын үстіне 200 грамм салқын су қосатын боламыз. Салқын суымызды қосқаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңызда біздің уже бүкіл қантымыз еріген. Суымызды қосқаннан кейін газымыздың астын қосып қайнағанын күтетін боламыз. Менде осындай әр жерінде қызыл, сары смородиналар кеткен. Яғни олар енді пісіліп келе жатқан. Оларды мен бөліп алған жоқпын. Осылай барлығын бірге қосып қайнататын боламыз. Бұл смородинаны негізі массировкадан өткізіп, блендерден өткізіп, жем есебінде жасауға да болады. Бізге осылай түйір күйінше қайнатып, варенье жасаған өзімізге қатты ұнайды. Сондықтан біз жылда осылай қайнатып аламыз. Мінекей біздің смородинамыз уже қайнайын деп жатыр. Бетіндегі көбіктерін алмаймыз. Мен ешқандай вареньенің бетінде көбігін алмаймын. Сол күйі қайнатамын. Ол көбік деген бізде қанттың көбігі болып табылады. Сондықтан біз алмаймыз оны. Жақсылап қайнағаннан кейін 40 минут шамасында қайнатып алатын боламыз. Әр 5-7 минут сайын жақсылап араластырып тұрыңыздар, асты жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан жиі араластырып тұрыңыздар. Газдың астын қатты қоймаймыз, немесе жай қоймаймыз, орташа отта сақырлап қайнауы қажет. Мінекей видеода көрініп тұрғандай осындай қайнауы қажет. Дәл осындай жылдамдықпен бізде 40 минут қайнаймыз. 40 минут өткеннен кейін біздің вареньелеріміз дайын болды. Егер сіз банкіге құятын болсаңыз, банкіні алдын ала стерилизация алыңыз. Мен арнайы 2 баклажкаға құйдым. Ешқандай атылмай сол күйі тұрады жылда. Жақсылап жуып, 2 баклажкаға құйып қойдым. Біздің вареньеміз уже дайын болуға сәл қалды. Мінекей уже ешқандай езілген жоқ. Вареньелеріміз сол күйі әдемі болып шықты.
жиі араластырып тұруды ұмытпаймыз. Біздің вареньелеріміз дайын. Сәл суытып, осындай 2 баклажкаға құйып алсаңыздар болады. Сіздермен болған Баян, ас болсын. Менің видеом ұнап жатса, маған тіркеліп комментарий жаза кетіңіздер.